1066 жылы нормандардың 7000 қолы Ла-Манштан кемелермен Британияға өтті. Олардың мақсаты миллион тұрғыны бар Англия корольдігі еді. Олардың қысқа ғана жорықтарының нәтижесі мыңдаған жылдарға созылады. Сол кезде нормандардың басқа да жасақтары Еуропаның түкпір-түкпіріне қарай бет алып, олардың тарихында да өз ізін қалдырып жатты. Сонда бұл жауынгер халық қайдан шыққан? Және олар өздеріне кейін соншалықты үлкен із қалдырғанын қалай түсінуге болады? Біздің әңгімеміз осыдан 200 жыл бұрын викингтер бүкіл Еуропаны үрейлендірген кезде басталады. Жергілікті халық басқыншыларды нормандар деп атады, яғни солтүстіктен келген адамдар. Олардан қорыққан Франк патшасы аңқау Карл 911 жылы викингтердің көсемі Роллонмен келісіп, Франкияның солтүстігіндегі жерлерді сыйға тартты. Ол жақ қазір Нормандия деп аталады. Нормандар жаңа мекендеріне тез үйреніп кетті. Олар франк әйелдеріне үйленіп, олардың тілін игеріп, біртіндеп пұтқа табынуды қойып, христиан дініне көше бастады. Дегенмен, бұның бәріне қарамастан олар ата-бабалары викингтердің жауынгерлік дәстүрін сақтап қалды. Біраздан соң атаққа құмар нормандардың батырлары өздеріне жаңа олжа іздей бастады. Олардың ең үлкен жетістіктері Англияны өздеріне бағындыруы. 1066 жылы Нормандия герцогі Вильгельм Англияның тағына Гарольд Годвинсонның отыруымен келіспей, оған соғыс жариялайды. Англияға қонып, Вильгельм мен оның батырлары Гарольдтың әскерімен Гастингс деген жердің маңында кездеседі. Бұл ұрыстың ең маңызды сәті Байо қаласындағы 70 метрлік гобеленде бейнеленген. Ол жерде Гарольдтың көзіне садақтың оғы тигендегі сәт. Вильгельм өзінің билігін нығайтуын Англияда көптеген тас қорғандар салумен ағылшын қауымын өзгертуден бастады. Мемлекеттің халық санын және жер иеленуді санау үшін қиямет күні кітабы деп аталатын мемлекеттік санақ жүргізді. Француз тілінің норман диалекті патша сарайының ресми тіліне айналғанымен, қарапайым халық ескі ағылшын тілінде сөйлей берді. Уақыт өте келе бұл тілдер бірігіп, біз білетін ағылшын тілі пайда болды. Бірақ әлі күнге дейін сол кездегі ақсүйектер мен қара халықтың бөлінуі мынау секілді синонимдерден көрінеді. 12 ғасырдың соңына қарай нормандар ықпалын Уэльс, Шотландия және Ирландияға таратты. Скандинавтардың басқа бөлігі сол кезде Иерусалимнен қайтып келген қажылардың әңгімелеріне қызығып, таяу шығысқа сапар шекті. Өздеріне олжа түсіру үшін олар жергілікті билеушілердің ішкі талас тартыстарына қатысты. Нормандар жаудамалы жауынгерлер ретінде де жоғары бағаланды. Олар ұрыстың біреуінде тарихта бірінші рет найзаларын көлденең ұстап жауға шапты. Бұл тез арада орта ғасырлардың негізгі тактикасына айналды. Сонымен қоса, олар 1095 жылы басталған бірінші крест жорығында да маңызды рөл атқарды. Бұл соғыста христиандар таяу шығыстың біраз жерін өздеріне қайтарып алды. Бірақ нормандардың өмірі тек соғыспен шектелген жоқ. Олардың Вильгельм Темірқол және Роберт Гвискар секілді батырлары оңтүстік Италияның жерлерін біріктіріп, 1130 жылы Сицилия патшалығын құрды. Екінші Роджердің билеуінде Сицилия мұсылман мен христиан мәдениеттерінің бірге дамуының бірден-бір үлгісі болды. Патша сарайында араб ақындары мен ғалымдары, грек саяхатшылар мен сәулетшілермен қатар қызмет етті. Араб тілі латын, грек, норман тілдермен бірдей мемлекеттік тіл болып саналды. Патшаның досы араб географы Әл-Идриси ең басты еңбегін досының құрметіне Роджердің кітабы деп атады. Ондағы карталар 300 жыл бойы қолданылды. Палермода салынған шіркеулер латын, араб және византиялық сәулет өнерлерінің бірігуінен пайда болды және сол заманның символына айналды. Сонымен, нормандар сондай мықты халық болса, неге жер бетінен жоғалып кетті? Шын мәнінде, олардың ең негізгі жетістіктерінің бірі жерді бағындырумен шектелмей, жергілікті халыққа сіңіп кетуге тырысқан. Өздері бөлек ұлт болып қалмаса да, олар әр жерде өздерінің ізін қалдырды. Еуропаның қамалдары мен соборларынан бастап, ағылшын тіліне дейін осының бәрі нормандардың өшпес мұрасы.